Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Күндеріңіз қалай өтті? Бүгін қыздар Алланың қалауымен мінеки марафон басталды. Отбасылық марафон, 3 күндік марафон. Сол сабақтан шықтым. Барлықтарыңызды марафонға қосылуға шақырам. Небәрі 2990 теңге. Марафоншылар бар ма мына жерде? Сәрсенова. Керемет болды. Кім эфирге шығып әсерлеріңізбен бөлсеңіздер күшті болар еді. Керемет болатын еді. Кеш жарық. Керемет болды деп жатыр. Әсерлеріңізбен бөлсеңіздерші. Мен шығам деп жазыңыздаршы. Кеш жарық қыздар. Керемет болды дейді. Сабақ керемет болды. Қуаныштымын. Сіздердің осындай сөздеріңіз мені шабыттандырады. Керемет. Марафон туралы айтып жіберіңізші. Марафон бақытты отбасы деп аталады. Бүгінгі сабақ туралы Құртаев Дәулет дейді. Я, тамаша, сразу балаларыма басқаша қарап жатырмын. Күшті ғой қыздар, күйеуге де, балаға да, ата-енеге де отношение басқаша болып кетеді. Балданай ханым, шығыңызшы, өмір марафоннан қалмайсыз сіз біздің. Эфирге шығыңыз. Даусым естіліп тұр ма? Балхия ханым кура деп қойыпты. Асыл. Мика, сен барсың ба марафонда? Балхия ханым. Сәлематсыз ба? Белден басып рұқсатсыз шақырып алғаныма кешірім өтінем. Бірақ сонда да сабақ туралы ойыңызды айтыңызшы. Көпті көрген адамсыз. Ұнады ма сабақ? Өте ұнады. Үш состояниені айттыңыз ғой, 3 түрлі адамды. Кәдімгідей ойланатын не екен, ойланып қалдық. Я, мен сол нелерде болдым ау деймін да, состояние. Осы сізді тыңдағалы 1 жыл болып қалды. Марттан бастап тыңдадым ғой. Сіз тыңдағанда бұрын просто ютубтан қарап жүретінмін. Прям сабақтарыңызға март айының ба, апрельден ба бастап Дәулетті ханым болды ғой, сол кезде бастап қатыстым. Өте менде өте көп өзгерістер бар, мінез жағымнан да. Бұрын жаңа сіз айтып жатқанда тыңдап отырып, өзімді бір тоже агрессор сияқты жұмыста енді жақсы должностьта отырмыз ғой, сонда өзімнің подчиненияларым менен қорқатын да. До такой степени жандарын алып қойғаным ғой бәрінің. Енді қазір кәдімгідей олармен сондай нежный отношение да. Олардың бәрі маған таңғалып қарайды. Сіз уже агрессор состояниесінен шығып кеттіңіз, я? Взрослый деп қарайсыз. Иә. Керемет. Сол балдарымды да, енді қазір тыңдап отырсам сізді, балдарымды да дұрыс тәрбиеленбеген мынау деп ойлаймын да. Енді бірақ жақсы адам болды ғой екеуі де. Аса қамқоршылық жасап жүрген болды да. Себебі мен өзім әкемді, сіз айтып отырсаңыз, ерте қайтыс болды. Енді мен 16 жасымда әкем өмірден кетті. Сонда әкенің несін көре алмағасын ба, өз балдарыма мықты қамқор болып кеткенмін ғой. Енді жөнделіп жатырмыз. Керемет. Осы бүгінгі айтқан техникаларды келіндерге қолдануға,
отбасы құрмаған адамдар жалпы өмірде қолдануына болады деп ойлайсыз ба? Сұрақ қойып жатыр да, отбасымыз жоқ болса қатыссақ бола ма деп. Ол вообще сіздің, мен енді беруші ретінде біліп отырмын да, кімге қажет екен. Ал сіз өзіңіз қалай ойлайсыз? Әлбетте қатысу керек, бәрі. Тіпті мектепте оқитын болса да қатысу керек деп ойлаймын мен. Қайта көп нәрсе үйрен. Қарым-қатынас қой. Ата-анамен қарым-қатынас, бауырлармен қарым-қатынас. Көбінесе жаңа енді айтып үлгермедік, ситуация өмірде өте көп қой. Қазір қаншама қыздар жүр, бауырларының жауапкершілігін мойнына алып алған. Бауырларын арқаларына мінгізіп, әке шешесін бағып жүрген қыздар қаншама бар. Ол еркектің жұмысы ғой, иә? Сол жауапкершілікті өздеріне қайтарып беріп, как девочка, как женщина жеңіл өмір сүруге не жетсін, иә? Бізде деген Алла тағала жаратқанда сондай материнский любовьпен, материнский инстинктпен жаратады ғой. Ол материнский инстинкттің көп болғаны осы екен деп, қыздарымыз өзінің шешесіне, әкесіне әке шеше болып кетеді. Әжесі мен атасының рөліне кіріп кетеді ғой. Осы рөлдерден шығу керек. Балданай ханым, даусымыз естіліп тұр ма? Иә, өзімде осы рөлдерден шығып жатырмын енді. Например, бұрын қатты мына сіз айттыңыз ғой, жұмыстан келіп, соны продолжать етіп, например, үйге келіп, жұмыстың нелерін, қылықтарын жасайтынмын да, сонда байым айтады ғой, успокойся, я не твоя подчиненный деп, не твой подчиненный деп. Одан кейін өзіме келіп қалам. А қазір мен қатты сыйлаймын, байымды сыйлаймын, сіз бай деп айтқасын, бай деп айтатын. Байымды сыйлаймын, ұлымды сыйлаймын. Бәрі өзгеріп жатыр. Қазір ұлым да, мына телефонды қолымнан түсіріп алып, сындырып алдым. Беті сынып қалған қазір, сіздердің түрлеріңізді онша көре алмай жатырмын. Сонда ұлыма звондап, жазып жатсам, мама дейді, ренжімеші, мен алып беремін дейді, новыйын сізге. Соны бір сөз үшін мәз болып қалдым. Керемет. Соған, иә. Марафон. Бүгін прям марафон мықты ұнады енді. Барлығы қатысым, бәрібір сақталады ғой бұл. Сақталып тұр. Қатысып әлі де кеш емес, тіркелу әлі де кеш емес. Керемет болды. Ертең как раз демаласыздар. Ертеңге дейін арқайын көріп алады. Ертең Гаухардың туған күні, ертең демаламыз бәріміз. Құтты болсын. Ұмытып кетіппін мен оны. Армандардың бәрі орындалды. Жоспарлаған кезде ұмытып кетіппін. Күшті болды енді. Прямо әлі де білмеген дүниелеріміз көп екен. Қатысқаныма өте қуаныштымын осы марафонға. Керемет енді прям. Әр марафонның біреуіне қалдырмай қатысып жүрсіз. Әр марафоннан көріп жүргеніне мен де қуаныштымын. Үлкен рахмет сізге. 21 күндік медитацияны алдым ғой жақында. Енді сізден албаған тек қана кітап қалды, оны да алып жүрсе. Бір жолым түссе барып алам. Медитациялар жинағым тағы да шығып жатыр ғой. Медитациялар жинағы электронный варианты ертең таңертеңгісін дайын болады, бірақ мынандай варианты дайын уже. Мына варианты. Сен білмеген құпия деген медитация. Ішінде бұны қазір айтам, кеше жазып қойып едім, ішінде не бар екенін. Қайда қойдым екен ол қағазды. В общем, 6 тақырыпта. 6 тақырыпты жазып қоям ғой. Керемет тақырыптар. Қайда кетті екен? Мен соткадан айтылады екен ғой қазір. Тақырыптарын айтып берейінші сіздерге. Соткадан айталам, соткадан. Неге? Бұл жерде ұйқысыздықтан арылу үшін медитация бар. Керемет. Кешке жақын ұйықтай алмай жатқан кезде соны тыңдай қоясыздар да ұйықтайсыздар. Тәтті ұйқы деп аталады. Екіншісі потенциалды менмен кездесу, яғни өзіңді тануға арналған. Яғни өзіңіздің қабілеттеріңіз қандай, негізі жалпы өмірде сіз қандай адам болуыңыз керек екен. Сол медитацияда отырып өзіңізді тануыңызға болады.
иммунитет қазір неше түрлі вирус көбейіп кетті ғой. Міне қазір кішкентай балаларда өте қатты вирус жүріп жатыр, іштер өтіп жатыр, құсып жатыр кішкентай балалар. Дәл сол вирус үлкен адамдарда да болып жатыр екен. Иммунитетті көтеретін, көңілді жүруге арналған иммунитет деген медитация бар. Армандауға арналған армандар орындалады деген медитация бар. Позитивті эмоцияларды тұрақтандыру үшін күліп жүру медитациясы бар. Өкпе ренішті кешіруге арналған кешірім медитациясы бар. Осы медитациялар жинағы шығып жатыр, қыздар. Мені құттықтасаңыздар болады. Керемет, міне бүгін қазір ғана әкеліп қолыма табыстады. Электронды түрін алуларыңызға да болады. Мынандай диск түрінде де алуларыңызға болады. Бағасы 3000 теңгеден. Қай уақытта үлгересіз бәріне? Медитация керемет. Ана ұйықтай алмайтын, дөңбек жейтін, ұйқысы қанбай, таңертеңгісін ұйқысы қанбай тұратындар бәрі осыны алса болады. Құтты болсын деп жазып жатыр. Сіз 21 күндікті жасап бастадыңыз ба? Әсері қандай? Не үшін алдыңыз негізінде? Керемет. Бір жетте болды алғаныма, бір жеттен бері қайтып жатырмын. Аз таңертең антистресті, кешкісін сол 21 күндік. Бүгін жетіншісі болады. Жандарым. Күшті. Рахмет сізге. Ана мелкий аурулардың бәрі кетеді деген үміттемін. Кетеді. Үміттенбеңіз, точно білем деңіз. Бірінші Алланың арқасында, екінші медитацияның арқасында точно кетеді деп отырыңыз. Хорошо. Бүгінгі техника қалай, ұнады ма? Керемет енді. 3 техника. Ана дастарханға сүт нелер әкеп қойғандағы техника маған ба? Ыстық чайымды қойған кездегі, күшті техника. Ол біздің жанымызға жақын қазақтың техникасы ғой, қазақтың өміріне, салтына сәйкес жасалынған техника. Құтты болсын, техникаларыңыз құтты болсын, енді жаңа техникамен өмір сүресіздер. Сіздің қай техникаңыздың бәрі күшті жұмыс істейді, керемет. Анада қыздарға айттым, мен просто біздер бір группада отырмыз, Дәулет ханымдар. Сол жерде қыздарға мақтанып айтып жатырмын. Шубадан кейін байым маған бриллиант кольцо алып берді. Вау, соны айтпайсыз ба бағанан бері? Шубамда сіз эфирге шығып айтқан жоқсыз, по-моему, айттыңыз ба? Жоқ, сіз шақырып алдыңыз ғой, мен осындай болып отқанды шақырып аласыз постоянно. Шубаны алғаныңызды айттыңыз ба? Айттым, Одан кейін бриллиант алдыңыз. Қыздарға бердім. Қандай күшті. Я рада. Всегда рада. Сіздердің осындай керемет өмір, енді алдамшы өмір ғой, бәрібірден бұл өмірге келгеннен кейін соны ұялмайтындайғы достойный өткізуіміз керекпіз ғой. Қалауларымызды жүзеге асырып. Алла разы болсын. Сізді жақсы көремін. Рахмет жаным. Рахмет. Сіздер келіндеріңіз сияқты менде Алла бұйырса ұлым бар, соның келін түсірсем деген арманым бар. Менің келіндерім сияқты болсын, адал болсын. Жақсы жаным, рахмет сізге. Ал қыздар, Балданай ханымның бриллианттары құтты болсын, менің дискім құтты болсын, сіздерге сол дискім қандай да бір пайда келсін. Ол маған да пайда келеді, тек қана сіздерге емес. Ол дискі мен рахаттанам, шабыттанам сіздерге соны беру арқылы. Қараңыздар, Дәулет ханым отбасында мен бүгін бірінші күн мен өттім сабақты, ертең бір күн демаламыз, ертеңнің арғы күні Әлібек пен Гаухар шығады. Жалпы менің тәрбием, мен оларды қалай өзгерттім, сол туралы айтылады. Оның арғы күні Әділет пен Гүлнұр шығады. 3 күндік марафон, Дәулетті отбасы марафоны 2990 теңгеден. Төменде көрсетілген номерді скрин жасап алыңыздар. Тіркелулеріңізге болады. Әлі де кеш емес. Эфир сақталып тұр. Инстаграм парақшада өтті. Қазір ғана шықтым сабақтан. Эфир сақталып тұр. Бүгіннің өзінде 3 техника айтылды. 3 техника нөмірлеріңізде қолдансаңыздар. Күйеуге шыққаныңыз, шықпағаныңыз, тіпті мектеп оқушысына дейін қолдануға болатын техника бұл. Жалпы өмірде, қарым-қатынаста, отбасында, барлық жерде ауадай қажетті не? Айтып отырған техникам, коучингтің техникаларын үйреттім.
Жалпы психолог ретінде психологический разборка жасадым. Коучингпен оны шешудің жолдарын, ол жерден шығудың әдіс тәсілдерін үйреттім. Әлібек Гаухар, ол менің ұлым мен келінім. Әділет Гүлнұр, ұлым мен келінім. Бағасы 2990 теңге. Гаухардың туған күні құтты болсын дейді. Рахмет жандарым, Алла разы болсын. Эфирді сақтап қоям. Қыздар, әлі де кеш емес, тіркеліңіздер. Төменде көрсетілген номерге Каспиге жіберіп 2990-ды арзуға чекті жібересіздер. Ал енді дискі алам дегендеріңіз, олар тек қана ертең таңертеңгісін электронды варианты дайын болады. Ал мынаны почтадан салып жібер дегендеріңіз, ақысын төлей берсеңіздер болады. 21 күндік медитацияны күнде кешкісін жасайсыздар, ұйықтардың алдында. Ал мына медитацияны қалаған уақытыңызда жасайсыз. Күндіз жасай бересіз. Антистресті күнде таңертеңгісін жасасаңыз, вообще мощный нәрсе ол. Эфирді сақтап қоям. Төменде көрсетілген номер арқылы дәулетті отбасы 3 күндік марафонға 2990 теңгеге тіркелеміз, қыздар. Бұл шансты пускать етпеңіздер, қайталамаймын.